Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін біз сіздермен сондай дәмді, нәзік, әдемі болып шығатын вупи пай тортын дайындайтын боламыз. Ең алдымен біз сары майымыз бен шоколадымызды дайындап аламыз. Мен Қазақстан шоколадын пайдаландым, оны бөлшектерге бөліп, осылай сары май екеуін араластырып, водяной баняда ерітіп алдым. Ерігенге дейін жақсылап араластырып тұру қажет. Ыстық суда пластмасса ыдыстарыңызды абай болыңыздар. Міне осылай біздің массамыз дайын. Енді бос құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстінен қантымызды салып, жақсылап көпіріп ағарғанға шейін миксерлейтін боламын. Міне жұмыртқа дайын, енді оның үстінен жаңағы шоколадный массамызды қосамын. Ол да кішкене салқындап қалды. Оны қосып, бірденен осылай миксермен араластырған жөн, өйткені ыстықтай шоколадқа жұмыртқалар пісіп қалуы мүмкін. Енді ұнымызды қосамыз. Мен елекке ұн, какао, қопсытқыш барлығын салып, бірге араластырып қойдым. Осылай ұнымызды аз-аздан салып, енді араластырамыз миксермен. Біздің қамырымыз дайын, енді оны пергамент қағазына саламыз. Ол үшін мен осылай пергамент қағазын 4 бөлікке бөліп, бірдей етіп, өлшеп, сызып алдым. Енді осыған тепе-тең 4 бөлікке бөліп, қамырымызды салып шығамыз. Міне 4-ке бөліп, осылай қамырымызды салып, дайындап алдым. Енді оны қызып тұрған пеште 7-8 минуттай пісіріп алдым. Менде 180 градуста пісті. Енді сіз пешіңізге қарай пісіріп аласыз. Бұл тез піседі. Соған мұқият қарап тұру қажет. Енді креміміз жасайтын боламыз. Менде 33% сливки. Сливки мен қант ұнтағын қоюланғанға шейін бірге миксермен араластырамыз жақсылап. Міне осылай жақсылап араластырып, енді бұның үстінен творожный сырды салып, барлығын бірге креміміз формасын ұстағанға шейін жақсылап миксермен араластырамыз. Міне креміміз де дайын, формасын өте жақсы ұстап тұр. Енді корждарымызды алып, тортымызды жинайтын боламыз. Торттың жан-жағын әдемілеп кессеңіздер де болады. Мен бірақ оны кеспедім. Осылай кондитер қапшығына салып, қазір тортымызды әдемілеп шариктерін жасап шығамыз.
Міне тортымыз дайын, осындай әп-әдемі торт шықты. Енді бұған шоколадный кремін дайындаймын. Ол үшін мен сливки және Қазақстан шоколадын пайдаландым. Қазақстан шоколадын осылай бөлшектерге бөліп, салып, міне водяной баняда жақсылап араластырып тұрып, ерітіп аламыз. Дайын болған шоколадный массамызды бірер минуттай суытып қойып, сосын ғана тортымызға пайдаланамыз. Себебі креміміз еріп кетуі мүмкін. Осылай шоколадный массамызды құйып болған соң, тортымызды міндетті түрде 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салып қою қажет. Дайын болған тортымызды өз қалауларыңызша әсемдей берсеңіздер болады. Мінекей бізде Упипай тортымыз дайын. Сіздермен болған Ақмарал. Менің каналымды қолдап, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.